Барлығыңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге тәтті бұрыштың қысқа сақталу әдісімен бөлісемін. Видео қызық болса, соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен тәтті бұрышты бүтін кезінде сыртын жақсылап жуып аламыз. Сонан соң барлығын кептіреміз, немесе құрғатып сүртіп аламыз. Ең алдымен голубцы тағамына көрсететін боламын. Видеодағыдай артық жерін кесіп алып тастаймыз. Тәтті бұрыштың ішін толықтай тазалап аламыз. Сіздер қандай тағамды жиі жасайсыздар, сол тағамға көбірек сақтасаңыздар болады. Дайын болған тәтті бұрыштарды бір-біріне видеодағыдай кигіземіз. Тәтті бұрышты мұздатқыштан шығарғаннан кейін ерітіп күтудің қажеті жоқ. Дайын тұрған салманы салып, бірден пайдалана бересіздер. Келесі кезекте тәтті бұрышты лағманға дайындап жатырмын. Лағманға қосатын тәтті бұрышты видеодағыдай ірі етіп тураймын. Келесі тәтті бұрышты турау әдісі пиццаға және салатты безендіруге арналған. Келесі тәтті бұрышты турау әдісі ыстық салаттарға арналған. Тәтті бұрышты ұзынша етіп тураймыз. Келесі тәтті бұрышты турау әдісі пеште пісіруге арналған. Ортасына тартылған еттен жасалған әртүрлі салманы салып пісіруге болады. Келесі тәтті бұрышты турау әдісі нан салмаға арналған. Қаласаңыз әртүрлі тағамдарға қосыңыз. Ендігі тәтті бұрышты турау әдісі кез келген тағамға қосуға болады. Менің турап жатқаным бірінші тәтті бұрышты турау барысында артық қалғандары. Ысырап қылмаймыз, керекті жерлерін алып ұсақтап тураймыз. Мен тәтті бұрышты үнемі осы әдіспен қатырамын. Мінекей барлығын бөлек-бөлек салып дайындап алдым. Барлығын мұздатқышқа саламыз, қалауыңызша пайдаланасыздар. Осы видео ұнаса достар, каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Ақшолпан.